Hi everyone, today's video is not part of our numbered lessons. This will be a separate video and it will be about months and weekdays. Бұл видео бізде өтіп жүрген сабақ нөмірленген сабақтарымыздың бір бөлігі болмайды, бұл өз алдына бөлек видео. Айлар мен апта күндері жайлы. You are all familiar with these pictures if you have seen the video about seasons. Егер сендер мезгілдер жайында видеоны көрген болсаңдар, бұл сурет сендерге белгілі. Онда бастаймыз. Winter, қыс, winter. Spring, көктем, spring. Summer, жаз, summer. Autumn, күз, autumn. Ал енді осы мезгілдің айларын көрейік. December, желтоқсан. January, қаңтар. February, ақпан. March, наурыз. April, сәуір. May, мамыр. June, маусым. July, шілде. August, тамыз. September, қыркүйек. October, қазан. November, қараша. December, January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November. Weekdays in English. Ағылшын тіліндегі апталықтар. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Monday, December. Tuesday, December. Wednesday, September. Thursday, December. Friday, жұма. Saturday, December. Sunday, жексенбі. Ал енді міне Monday to Friday are working days. Working days деген ол жұмыс күндері деген сөз. Жұмыс істейтін күндер. Saturday and Sunday are weekend days. Сенбі және жексенбі ол апта соңы. Weekend деген екі сөз сол апта соңы дегенді білдіреді. Мына бетте сол ең бірінші айтылған сөйлемдердің жазбаша түрі. Winter months are December, January and February. Summer months are June, July, August. Spring months are March, April and May. Autumn months are September, October and November. Қыс айлары осындай, жаз айлары, көктем, күз айлары осындай деп сөйлемнің құрылымы осындай болады. Months көпше түрдегі, айлар деген сөз жекеше түрде months, көпше түрде months. Міне to be-дің көпше түрде жіктелуі. Сендер уже білесіңдер. Британдық кейбір мейрам күндері дүйсенбіге байланысты міне. Көктемде екі осындай bank holiday деп аталады. Сондай екі мейрам күні бар. Ол екеуі май айында. Май айының ең бірінші дүйсенбісі және ең соңғы дүйсенбісі. Early May bank holiday деп аталады. Біріншісі Early May bank holiday falls on the first Monday in May. Spring bank holiday falls on the last Monday in May. Екіншісі ресми түрде Spring bank holiday деп аталады. Және сондай Summer bank holiday бар. Ол август айының соңғы дүйсенбісі. Summer bank holiday falls on the last Monday of August. Now let's do some exercise. Жаттығу жасап жіберейік. Example, мысалға September is an autumn month. Қыркүйек айы күз айы деп деген. Мысал, мына жерде айлардың аты беріледі. Сол autumn күзді тапқандай, сол айдың қай мезгілде жататынын табу керек. Әр сөйлемде 3 секунд беріледі. Онда бастаймыз. January is a winter month. June is a summer month. July is a summer month too. April is a spring month. October is a
and деп тұр, бұл дауысты дыбыстан келетін сөз шығу керек. October is an autumn month. February is a winter month. August is a summer month. March is a spring month. December is a winter month. November is an autumn month. Солай үйде өздердің қайталауларына болады. Міне 12 айдың аттары, жазылулары және айтылулары түгел берілді. Екпін қай буынға түсіп тұрғанын есте сақтап, жақсылап үйреніңдер айтуды. Осымен бүгінгі видеомыз тамам. Келесі видеоға дейін сау болыңдар, көргендеріңе рахмет.